2000 жылдық тарихы бар қазыналы Тараз қаласына саяхатымызды бірге бастайық. Тараз қаласының оңтүстік шығысында, Талас өзенінің оң жағалауында әсем табиғатқа тамсанып келемін. Бұл жер тек әсем табиғатымен емес, сан ғасырлар бойы тарих сырын бойына сақтаған тектұрмас мекенімен де танымал. Тектұрмас кесенесі 14 ғасырда Тараз қаласының оңтүстік шығысындағы Талас өзенінің оң жағалауында салынған. Жергілікті халыққа тектұрмас атымен танылған Сұлтанмахмұт хан жерленген орын ретінде белгілі. Төбе зороастризм, христиандық, мұсылмандық рәсімдегі зираттар орналасқан діни орындардың бірі болған. Өзен жағасынан тас жол арқылы тектұрмас кесенесіне көтерілеміз. Тас жолмен кесенеге көтерілеміз дегенше біраз шаршадық. Бірақ шаршауға болмайды, қызықтың бәрі алдыда. Кеттік. Класс! Тектұрмас кесенесінің өзіне де келіп жеттік. Кесенені ең алғаш 19 ғасырдың екінші жартысында шығыстанушы Василий Калауыр күмбездің орнын ашқан. 19 ғасырдың 80-ші жылдарындағы түсірілген фотосурет арқылы 2002 жылы кесене қайтадан бой көтереді. Пішіні тік төртбұрышты, өзі күмбезді болып келеді. Қақпасы Тараз қаласына қарап тұр. Биіктігі 14 метр, ауданы 8 шаршы метрді құрайды. Тектұрмас баба туралы аңыздардың бірі Қараханиттер әулетінен шыққан билеуші, ғұмырын ислам дінін түркі тілдес халықтардың арасында уағыздауға арнаған. Діни жолындағы ісін халық әулиелікке балап, Тектұрмас атаның мазарын қасиет тұтқан. Оның басынан шырақ жағып, құрбандық берген, мінәжат етіп, тілек тілеген. Яғни бұл жер ешқашан адамсыз болмайды, тек тұрмайды деп Тектұрмас атауы шыққан деген нұсқа бар. Керуендер қандай да бір тылсым күштің әсерінен тура осы төбешіктің қасына келгенде жүрмей тұрып қалатын болған. Құран білетіндер Құран оқып, құрбан шалғаннан кейін ғана керуен қайта сапарға аттанатын болған деседі. Осыдан бұл жер текке тұрған жоқ, Тектұрмас деп атаған дегенде аңыздар бар. Кесененің артында көру алаңы орналасқан. Самал, жел, таза ауа, ерекше атмосфера. Расында да демалып қаласың. Тараздың орта ғасырлық гүлденуіне осы Талас өзені әсер еткен. Тектұрмастың жанында 10 ғасырда тастан қаланған көпір болған. Көпір туралы Талоси қаласына келген қытайлық монах Чаншу жазбаларында көпірден өттім. Бұл жерде басқа елден келген саудагерлер өмір сүріп жатыр деген деректер келтірген. Көпір құрылысының қалдықтары бүгінге дейін сақталған. Керуендер өзеннен осы көпір арқылы өткен. Төбе кеден қызметін атқарып, қала қазынасын айтарлықтай толықтырып отырған. Қасиетті мекеннен күш-қуат жинап, әсемдікке тамсанып, енді талай ғасырлар бойы археологтар мен тарихшыларға құпия болған жер асты жолына барамыз. Халық аузындағы әңгімелерге сүйенетін болсақ, жер асты жолының қақпасына 2 атты кісі сиятындай болған. Бірнеше қашықтықтан кейін 300 атты кісі сиятындай алаңқай орналасқан деседі. Сол алаңқайдан тараған дәліздердің бірі қала ішіндегі көне моншаға, екіншісі ақыртасты байланыстырады дейді. Ал дәл қазір қақпа темір есікпен бекітілген. Бұл жерге кіру қауіпті. Тас жолы туралы 20 ғасырдың соңында журналист әрі тарихшы Амантай Айзахметов зерттеу жұмыстарын жүргізді. Жабайы даланың ақ қаздары немесе дүние құпиялары кітабында Тектұрмас етегінде болған оқиға өте таңғаларлық. Біз жолымызды тазартып келе жатып, ат тағасын тауып алдық. Түйені жетектеп сол жолмен жүруге болатын еді. 30 метрден соң біздің қиындықтарымыз басталды. Жол тұйыққа тірелді. Нақты айтқанда үйіндіні көрдік деп келтіреді. Орта ғасырлық түркі елінің қасиетті мекені, түркі тарихынан сыр шертетін тарихнама әрі демалыс орталығына келдік. Бірге тамашалайық. Тектұрмас этно-тарихи кешенінде жалпы 117 баспалдақ бар. Осы баспалдақтармен жоғары көтерілсеңіз, сізге тамаша көрініс ашылады. Тараз қаласына келсеңіз, Тектұрмас кешеніне міндетті түрде келіңіз. Тарих нәріне сусындап, әдемі көріністі еш ұмытпайтыныңызға мен сізге кепілдік беремін.